Қазақша мақалдар. Күте білгендерге бәрі өз уақытында келеді. Аз сөйлер де көп тыңдар, хас асылдың баласы. Адалдан тапқаның өміріңе жетеді, алдап тапқаның селге кетеді. Өз сырыңды айтып қою ақымақтық. Ең ұлы дарындарды да жалқаулық құртады. Өзімшілдік тірі пенденің орасан зор кемістігі. Өзіңді қарапайым жылы лебізіңмен сыйлата білмесең, құр қаталдықтан түк те шықпайды. Адамды тәрбиелеу, демек оның ертеңгі қуанышқа ие болатын келешек жолын тәрбиелеу. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Өтірікші шындығына келгенде өзін өзі алдайды. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысып бағады. Өтірік айтуға үйір болу, нашақорлық секілді, адамның түбіне сол өзінің өтірігі жетеді. Еркіндік жалған сөйлемеу құқығы. Өтірік айтпай өмір сүре алатын адам ғана азат. Ес ауысқандар мен ақымақтарға жол бер. Биікке шыққысы келіп өзеуреген жан, түбінде өзіне баспалдақ табады. Құрметті достар, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Қазақша контентті қолдап жіберейік ағайын. Арнаға қалай жазылуды өздеріңіз-ақ білесіз. Барлықтарың бақытты болыңыз. Барлықтарыңызға мың алғыс. Сіздермен бірге болғанымен Темірбай Гүлжанат және де Білім ТВ арнасы.